Достар, ешқашан балаңызға сен сабақ оқымайсың, сен қолынан түк келмейді, сенің банағыдай жұрттың баласынан кемсің, неге сен сабақ оқымайсың деп алай-дүлей қылып баланы ұрсып қажет жоқ. Керісінше балаңыздың потенциалын, балаңыздың не нәрсеге бейім, соны үйрету керекпіз. Себебі үйде әке-шешесінен артық мотивация беретін балаға адам жоқ артық. Бала кішкентай кезінен бастап бір мотивация алып, ата-анасынан алатын болса, үлкейгенде ол ешкімнің бір жәрдеміне, мотивациясына мұқтаж болмайды. Телефонды қойып, жарты сағат уақыт бөліп, балаға көңіл бөлген 1000 есе артық болады. Мысалы, өзіңіздің мына видеода көріп тұрғандарыңыздай, Мбаппені кішкентай кезінде мұғалімі қолынан түк келмейді, сенің адам болмайсың деп құлағын бұрап атқанын көріп тұрсыздар. Ал Мбаппе не болды? Ең сонда әлемдегі ең атақты мықты футболисттің дәрежесіне жетті. Путиннің, басқа да президенттердің өзінің құшақтап атқанын көріп тұрсыздар, қолын алып атқанын көріп тұрсыздар. Сол себепті достар, болашақ әкелер, болашақ аналар, немесе қазіргі әкелер мен аналар, балдарыңызға мейлінше көңіл бөліңіз. Бала қандай сабақ оқиды, соған барынша жәрдем қылыңыз, оны ұрып қажеті жоқ. Себебі баланы агрессиялық халге жеткізесіздер. Сол нәрсе болмау үшін балаңыздың потенциалын, банағыдай не нәрсеге бейім, не нәрсеге ынталы, сол нәрсені күшейтіп, сол нәрсеге финансировать етіңіздер. Финансировать, инвестиция деген сол күш салу деген сөз.